Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, жұмсақ болып шығатын шоколадты пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен сүтімізді жылытып аламыз. Бізге қайнатып қажет емес, тек қана сүтті ыстық етіп жылытып алсаңыздар жеткілікті. Осы сүтіміздің үстіне 30 грамм какао және де 70 грамм қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бізде барлық өніміміз жақсылап араласып алсақ жеткілікті. Осы сүтімізді енді бір шетке алып қоямыз. Қазір рецептінің ортасында қолданатын боламыз. Енді 3 жұмыртқамызға 120 грамм қантымызды салып, миксермен жақсылап ағарып көпіргенше араластырамыз. Біздің жұмыртқамыз 2 есе ұлғаюы тиіс, аппақ болып. Біздің пирогымыздың жақсы көтерілуі осы жұмыртқаны жақсылап миксерлеп алуымызға байланысты. Осында 2 есе ұлғайып, аппақ көбік болған кезде миксерлеуді доғарамыз да, осы жұмыртқамыздың үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да миксердің ең баяу жылдамдығында жай ғана бір араластырып аламыз. Маңызды достар, біздің барлық өнімдеріміз бөлме температурасында болғаны жақсы. Сол кезде пирог өте жақсы көтеріледі. Егер бірден холодильниктен алып салқын жұмыртқамен жасайтын болсаңыздар, сіздердің пирогтарыңыз басылып қалуы мүмкін. Енді жаңағы дайындап қойған сүтімізді, какао қосылған сүтімізді бір араластырып жіберіп, осы массамызға құйып, тағы да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Енді разрыхитель қосылған ұнымызды ұн-илеуіштен өткізе отырып, үшке бөліп аз-аздан қосамыз. Міндетті түрде қопсытқыштарыңызды ұнға араластырып алыңыздар, сол кезде пирог өте жақсы көтеріледі. Ұнымызды міндетті түрде барлығын бірден қоспаймыз. Осылай үшке бөліп, міндетті түрде илеуіштен өткізе отырып, жақсылап араластырып аламыз. Миксермен көп араластырудың қажеті жоқ. Миксердің ең баяу жылдамдығында біздің ұнымыз осы массаға біріккенше жай араластырып алсаңыздар жеткілікті. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Мінекей достар, біздің қамырымыз осында сұйықтықта болып шығады. Енді осы дайын болған қамырымыздың үстіне қоспаларын салатын боламыз. Бұл бірақ қоспасаңыздар да болады, маңызды емес. Мен осындай арахис қостым және де шоколадты жақсылап үгітіп алып, соны қостым. Сіздер шоколадтың орнына таңқурай, малина, шие сияқты жеміс жидектерді де қоссаңыздар болады. Енді қалауларыңыз бойынша жақсылап бір араластырып алып, пергамент қағазы төселген формамызға салатын боламыз. Осы кезде міндетті түрде пештеріңізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Пирогты міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште салсаңыздар өте жақсы көтерілетін болады және де содан кейін басылып қалмайды. Қамырымызды жақсылап құйып, шет-шетіне жақсылап жайып аламыз. Егер сіздерде домалақ формада пісіретін болсаңыздар, 26-24 диаметрлі формада пісірсеңіздер болады. Қамырды жақсылап барлық шетіне жайып алғаннан соң, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Енді пісу уақыты ол пештеріңізге байланысты. Піскенін ағаш таяқшамен тексерсеңіздер болады. Піскеннен соң формадан босатып, толықтай суытамыз. Толықтай суығаннан соң бетіне шоколадты ганаш құятын боламыз. Мен 100 грамм шоколадқа 50 грамм сары май қосып ерітіп алдым. Және де осыны пирогтың бетіне құйып, жақсылап жайып шығамыз.
Енді шоколадымыздың бетін әрлеуі өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Осылай жаңғақпен әрлесеңіздер болады, кокосовый стружкамен әрлесеңіздер болады, жеміс-жидектермен де әрлеп қойсаңыздар болады. Мен жаңғақпен кокосовый стружканы сеуіп шықтым бетіне, және де сеуіп болғаннан соң осы пирогты 10 минутқа холодильникке салып қойдым. Бетіндегі шоколадты кішкене қату үшін 10 минуттан кейін алып кесіп жей берсеңіздер болады. Біздің пирог өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сіздерге міндетті түрде жасап көругелеріңізге кеңес беремін. Сіздерге, сіздердің отбасыларыңызға, балаларыңызға міндетті түрде ұнайды. Бір шайда жеп жоқ болып кететін пирог, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менен әлі де өте керемет рецептерді күтіңіздер.